Жапондықтар салмақ қосуды 10 000 аурудың бастауы деп айтады. 2. Дәрігерге сенбе. Дәрігерлер мен емшіліктің көпшілігі тек пайда табу үшінгі бизнес. 3. Ғылым еш нәрсені емдеген жоқ. Сол уақытта ғана ауырсынуды басады, бірақ аурудың негізгі себебін емдемейді. 4. Әрдайым алдын ала жоспарла. Дайын болсаңыз, қайғы қасірет болмайды. 5. Ауырсыну бұл ғажап нәрсе. Ауырсынуды басатын дәрілерді қолданба деген сөзі. 6. Мотивацияны құрметтей біл. Бір нәрсені байқап көру және оны жаңадан бастау үшін мотивация өте маңызды. 7. Өмірде барлық нәрсе үшін шынайы алғыс айта біл. Бар нәрсенің бәрі сенде болуы міндетті емес. Жақсы көретін адамың, заттар, жұмыс, қызмет, сондықтан барыңа риза бол. 8. Жедел сатыны пайдаланба. Дененің төменгі бөлігін дамыту ұзақ және сау өмірдің құпиясы. 9. Уайымдауды доғар. Болуы тиіс нәрсе болмай қоймайды. 10. Білгеніңмен бөліс. Білім мұхит сияқты. Мұхиттан шөміспен су алып өзгемен бөліскенмен оның суы ортаймайды. 11. Ақшаға ессіз ғашық болма. Ақша бұл тек құрал ғана. Бақыт ол жерде болмайды. 12. Өнеге бола алатын бірдеме тап. Өзің ең жақсы жасай алатын нәрсені жасап, басқаларға үлгі бол. 13. Зейнетке шығу туралы ойлама. Қоғамға белсенді бол. 14. Әрқашан миыңды жұмыс істете біл. Денеңді шынықтырып дамытқандай, миыңды да істетіп дамыта біл. 15. Ешқашан тоя тамақтанба. 16. Күн сайын бір стакан қызыл шарап іш. Аурудың алдын алады және жүрек қан тамырлар ауруларының қаупін азайтады. 17. Жақсы ұйықтап демалып жүр. Шаршауды басу үшін 8 сағаттық ұйқы немесе кем дегенде 6 сағат ұйықтау керек. 18. Шын жүректен күле біл. Стресспен күресудің ең жақсы тәсілі. 19. Кешіріп үйрен. Ренжігіс адам іштей мүжіледі. 20. Омега 3-ке бай тағамдар қолдан. Сенің жасың емес, ақыл ойың жас болуы маңызды.